Органикалық химия пәнінен дәрістер курсын жалғастырамыз. Келесі қарастыратын тақырып алкадиендердің физикалық химиялық қасиеттері. Алкадиендер немесе диендік көмірсутектер деп молекула құрамында екі көміртек қос байланысы бар ашық тізбекті алифатты қанықпаған көмірсутектерді айтады. Олардың жалпы формуласы CnH2n-2, мұндағы n үшке тең немесе одан көп болады. Оларға келесі мынандай өкілдері жатады. Физикалық қасиеттеріне тоқтайтын болсақ, мысалы, симметриялы диендік көмірсутектің, яғни бутадиен 1,3-тің практикалық маңызы зор. Бутадиен 1,3 кәдімгі температурада газ, ал -4,5 градуста сұйыққа айналады. Өзіне тән иісі бар. Алкадиендердің химиялық қасиеттері молекуласында қос байланыстың болуымен анықталады. Алкендер сияқты алкадиендер де сутекті, галогендерді, галоген сутектерді және суды қосып алады. Алкадиендер қосылу реакцияларына жеңіл түседі. 1 моль алкадиен 2 моль реагентті қосып алады. Бутадиен 1,3-тің қосылу реакцияларын қарастырайық. Бірінші, гидрлеу реакциясы. Гидрлеу реакциясы никель, платина катализаторлар қатысында жүреді. Және екі бағытта жүруі мүмкін. Егерде бір қос байланыс үзілу арқылы жүретін болса, онда 1-2 қосылу реакциясы деп аталады. Оның нәтижесінде түзілетін өнім бутен 1. Немесе 1-4 қосылу арқылы жүруі мүмкін, онда 2 қос байланыста үзіледі. Шеткі көміртек атомдарына барып, сутегі барып қосылады. Оның нәтижесінде бутен 2 түзіледі. Гидрлеу процесін әрі қарай жалғастыратын болсақ, бутен 1 мен бутен 2-ден бутан түзіледі. Бутадиенді қоңыр түсті бром суы арқылы өткізгенде дереу түссізденеді. Диендердің бром суын түссіздендіру еселі байланыстың сапалық реакциясы болып келеді. Қосылу реакциясы 2 қос байланыс бойынша жүреді. Мұнда да 1-2 қосылу бағыты бойынша және 1-4 қосылу бағыты бойынша реакция жүруі мүмкін. Аралық өнімдер ретінде 1-2 қосылу нәтижесінде 2-3-4 дибром бутен 1 және 1-4 қосылу нәтижесінде 1-4 дибром бутен 2 түзіледі. Бутадиеннің молекуласына бромның 2 молімен әсер еткен кезде 1-2-3-4 тетрабром бутан түзіледі. Галоген сутек қосылуы Марковниковтың ережесіне сәйкес жүреді. Мұнда да 1-2 қосылу және 1-4 қосылу бағыты бойынша реакция жүреді. Реакцияның жүру жолдары нақты жағдайларға байланысты болады. Бутадиеннің H бром қосылуы нәтижесінде аралық өнімдер ретінде 3 бром бутен 1 және 1 бром бутен 2 түзіледі. Келесі қарастыратын химиялық қасиеті
ол полимерлену. Яғни мономерден төменгі молекулалық заттардан полимерлерді жоғары молекулалық заттарда алу. Сызықты полимерлену әртүрлі бағытта жүруі мүмкін. Бутадиен 1,3-ті қарастыратын болсақ, ол 1,2 және 1,2. Яғни бір мономер, екінші мономермен 1,2 қос байланыстар арқылы бірінші және екінші көміртек атомындағы орналасқан қос байланыстар арқылы жүретін болса, онда тізбегі мына түрде болатын полимерлік зат түзіледі. 1,4 және 1,4 шеткі көміртек атомындағы қос байланыстар үзілу арқылы бір-біріне мономерлер қосылатын болса, онда мына түрдегі сызықты полимер түзіледі. Және 1,2 мен 1,4 бағытта жүретін болса, онда бюр тізбектерінде винил радикалдары бар, осындай полимер түзіледі. Егерде табиғи каучукты, яғни табиғи көксағызды ыдырататын болсақ, онда май тәріздес зат изопрен, яғни 2 метил бутадиен 1,3 алынады. Зерттеулер нәтижесі табиғи көксағыз изопреннің цис полимері екендігін көрсетті. Барлық құрылымдық буындары цис немесе транс конфигурациядан тұратын көксағыз стереотұрақты деп аталады. Молекула құрылысындағы осындай ерекшелік табиғи көксағызға беріктік және иілімдік береді. Изопреннің макромолекулалары полиэтилендегідей созылыңқы емес, шумақталған жіп тәрізді. Егер сырттан күш түсірсе, макромолекулалар созылады, ал әсер ету тоқтатылса, жұмақтанады. Көксағыздың, яғни иілімдік қасиеті бар. Қыздырғанда көксағыз иілімділігінен айырылады, себебі макромолекулалар бағытын өзгертіп, бастапқы қалпына келе алмайды. Көксағыздың орташа молекулалық массасы 150 мыңнан 500 мыңға дейін ауытқиды. Табиғи көксағыз аморфты, кристалдануға бейім қатты зат. Іс жүзінде ол суда ерімейді. Этил спиртінде аздап ериді. Ал күкірт сутекте, хлороформда және бензинде алдымен ісінеді, сонан соң ериді. Көксағыздың жылу өткізгіштігі болаттан 100 есе кем. Яғни көксағыз жақсы диэлектрик, ол су мен газды өткізбейді. Көксағызды вулканизациялау. Шейкі көксағыздың беріктігі төмен. Қыздырғанда жабысқақ, ал аязда қатты және морт сынғыш келеді. Сондықтан шейкі көксағыз түрлі буындар жасауға жарамсыз. Көксағызды вулканизациялауға болады. Онда оның бағалы қасиеттері байқалады. Вулканизациялау дегеніміз шейкі көксағызды күкіртпен қосып 130-140 градус Цельсия температурада қыздыру процесі. Вулканизацияланған көксағыз резеңке деп аталады. Вулканизациялаудың мәні мынада. Полимер тізбегінің арасында жаңа көлденең байланыстар пайда болады. Күкірт атомдары кейбір қос байланыстарға қосылып, полимер тізбегін әр жерінен тігіп, сульфидті
көпіршілер түзеді. Бұл көксағыздың үйкелеске төзімділігін, органикалық еріткіштер мен басқа да заттардың әсерлеріне беріктілігін арттырады. Толықтырғыш ретінде түрлі бояулар да қолданылады. Көксағызға 30-дан 50% күкірт қосса, қатты, иілмейтін материал, эбонит деп аталатын материал алынады. Ол жақсы электр оқшаулағыш зат. Келесі химиялық қасиеттері алкадиендердің ол Гильс-Альдер реакциясы, яғни диен синтезі. Реакция конъюгацияланған диендердің қосарланған немесе үш байланыстары бар заттармен, яғни диенофилдермен өзара әрекеттесуіне негізделінген. Реакция кезінде диен көмірсутектері 1,4 орындары бойынша диенофилмен қосылып, схемада көрсетілгендей 1,3 бутадиен малеин ангидридімен 1,2,3,4 тетрагидрофтал қышқылының ангидридін түзеді. Бұл сапалы реакция болып келеді. Назарларыңызға көп рахмет.